Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне қоғамда мынау жаңа конституция деп айтып жатқан заңды талқылау мәселесі болып жатыр. Сол мәселеде бұл конституциялық жалпы өзгерістер, мына ата заңға 1040 өзгерістердің жасалуының себебі неде? Осы соңғы. Бұл Назарбаев Тоқаев жүйесінің шексіз билікке қол жеткізу мақсаты. 93 жылғы біздің ең керемет конституциямыз бірінші қабылданған нағыз демократиялық конституцияның бұл жерде есі де қалмайтын болып тұр. 46 бап деген бап бар. Сол жерде бұл президент өзінің ұсынған кандидатын жаңағы бекітпей келіспеушілік көрсететін болса, парламент жаңа құрылтай депутаттары оларды таратып жіберуге құқысы бар деген 4-5 рет сол жердегі лауазымды шенді жаңағы тағайындау кезінде қарсылық көрсететін болса, олардың бәрін таратып жібереді деген жаңағы сондай бап бар. Ол не сұмдық? Ол Северный Корея. Енді мына тіл заңын жаңа 9-шы бапқа өзгертіп, оның 2-ші тармағы деп жаңағы бүкіл Қазақстан бойынша осы тіл заңын мәселесін көтеріп жатыр. Бұл тіл заңын көтеріп жатқаны қазақта тілді бұл қызыл трәпкіге айландырған ғой, қазақ тілін. Жаңа әртүрлі шешімтал кездерде тіл заңын алып шығады, содан кейін кезінде Мұхтар Шаханов айғайлаған сияқты, соны алып шығады да, мына халықтың назарын басқа жаққа аударып, өздері сол 46-шы бапты қабылдатып жібермекші. Бізде тіл қазақ тіл мемлекеттік тіл. Сол тіл ол қалу керек. Енді өздеріңіз кеше көрдіңіздер, Ресейдің мемлекеттік тілінде, көрші мемлекеттің тілінде прокурор қазақтарға ескерту жасап жатыр. Сендер конституциялық жаңағы өзгерістерді талқылау кезінде байқаңдар деген сияқты. Орыс тілінде айтты. Мемлекеттік тіл заңын сақтамай, қазақ тілінің мемлекеттілігіне құрмет көрсетпей. Қазақстан Республикасының прокуратурасы. Енді бұл қазір абыр-дабыр шу-шу болады, содан кейін жаңа өздерінің жаңа мақсаттарына жетіп кетуі мүмкін. Сондықтан да мен ұсынысым мына 9-шы бап деп өзгертіп жатқан тіл мәселесіндегі 2-ші тармағына орыс тілі қазақ тілімен қатар қолданылады деген жерге ағылшын тілі бірге қолданылады деп қосу керек. Сонда бұл енді орыс отарынан шығылмай отырған біздің жаңағы аталмыш билік қазақ мемлекетіне жаңағы тепе-теңдік орнатамыз. Өйткені әлемдік тіл ағылшын тілі. Сондықтан да ағылшын тілін жаңағы мемлекеттік органдарда тағы да басқа жерде орыс тілімен бірге қолданылады деген бапты қосу керек. Менің ұсынысым. Сонда бұл тепе-теңдік орнайды, сонда бұл жаңағы қазақ тілінің мәртебесі жоғарылайды. Сондықтан да осы мәселені қолдасаңыздар, лайк басып, эфир таратып отырыңыздар. Біз Алға Қазақстан партиясының белсенді топ мүшелері құрылып жатқан. Біз елімізді жақсы мемлекет болуына осы айтып жатқан күрес ақпараттарымыздың барлығын сол үшін айтып жатырмыз. Қолдаңыздар, қосылыңыздар. Бізде жеңіс. Алға Қазақстан. Құрметті мұғалімдер, шенеуніктер, полиция өкілдері, жалпы өрт сөндіруші саласында жұмыс жасайтын адамдар, жалпы үкімет саласында жұмыс жасайтын адамдар, сіздер Инстаграмда Threads приложениясында өтірік мен конституцияны қолдаймын деп өтірік жазбай ақ қойыңдар. Мен түсінемін, қазір бастықтарын жазып жатыр, директорларын жазып жатыр, WhatsApp чаттарда сіздерге осындай нұсқаулық беріп жатыр. Білем да, мен бәрін білем да. Бірақ ең біріншіден ел тағдырын ойлаңдар. Ел тағдыры не болмақ? Барлығы президентке өтетін болса, ол өз-өзін сайлайтын болса, жаңағыдай прокурорларға, үлкен шенді азаматтарға қылмыстық іс ашылмай, ол қылмыстық іс үшін рұқсат тек қана президенттен сұралатын болса, ол дұрыс емес. Дін мемлекет тарапынан қадағаланбайтын болса, ол да бар, конституцияда қателеспесем. Соның барлығын сендер дұрыстап зерттеңдер. Бұл жерде тек қана қазақтың тілі ғана емес мәселе. Мәселе диктаторлық мемлекетте. Сондықтан балаларым бар, болашақтарым бар. Елдің барлық табиғи ресурсы барлығы сатылып жатыр. Бүгін сенің тіліңді өлтіріп жатыр. Көшеге шығарғызбай жатыр. Білімді азаматтарымыздың аузын жауып жатыр. Сіздерге осылай қысым жасап жатыр да. Ешқандай мүмкіндік бермей. Сіздер үшін жаңағыдай қысым беру арқылы осындай конституцияны қабылдатқызып қоймақшы да. Сондықтан бұл нәрседен бас тартыңыздар. Сіздердің құқықтарыңыз бар. Бір мектептен 80 мұғалімді бірден шығара алмайды олар жұмыстан. Я болмаса 25 өрт сөндірушіні бір отделениеден олар шығара алмайды. Барлығыңыз
қазақ болып тұрып жоқ деп айтып үйреніңіздер. Билік дейтін дүние наркотик сияқты ғой, әсіресе жасы келген адамдарға. 2022 жылы Тоқаев айтады, жоқ біз 2023 жылы жалпы конституцияға тиіспеу керекпіз дейді. Не істейміз деген сияқты. 2026 жылы басқа әңгіме айтып, бір жылдың ішінде бұлар конституцияны өзгертіп жібереді. бір қызығы, мен көп адамдарды ұната қоймайтынмын, мысалы үшін блогерларды, кейбір әншілерді деген сияқты, кейбір адвокаттар бар, бірақ сол жігіттер ана конституцияда қазақ тілі ғана болсын деп қаншама бүкіл Қазақстан халқы сөйлеп жатса да ешқандай мән беретін емес. Олар көрмейді емес, көреді интернет желісінде, олардың барлығын біледі, бірақ сонда да ешқандай әрекет жасап жатқан жоқ. Әлі түсінбей жатсыңдар ма? Себебі бізде Қазақстанның билігі ол өзіне ғана тәуелді емес, ол халықтық емес, ол Ресейден басқарылатын билік деп біз соны баяғыдан бері айтып келе жатырмыз. Әйтпесе конституцияны есі түзу адам, есі түзу билік 7 күнде жазып, кейбір тармақтарын ғана өзгерте салмайды. Халықтың сұранысын қадағалап, соны жасауға тырысады. Сондықтан мына билік легитимсіз, не легитимсіз билік, яғни ол халықтың билігі емес. Сіздер ол биліктен не күтесіздер? Ал қазақ тіліне жаны ашып, жаңағындай Инстаграм желісінде барлық жерде белсенді болып жатқандарды қазір тексеріп отыр. Мысалы үшін конституция бойынша өзгеріс болсын, үйтсін бүйтсін деген сияқты адамдардың, блогерлардың барлығын звондап тексеріске алып отыр. Міне көздерін жетіп келе жатқан шығар ақырындап бәріне де.